Assalamualaikum hörmetli fuqarolar, mekeme karxana ham çölkön başçılары. Elimizde ayırıkça жағдайларын қауіпі жоғары болған объекттерде күзгіш маусымы алынан өрт, ауа газ араласпасының жарылуы һәм зәһәрлі газден зияндану хадиселерін алдын алу мақсатында республиканың барлық аймақтарында 2025 жыл 15 сентябрь һәм 15 октябрь күндері аралығында өрттен сергектік ұлыма милли компаниясы айлығы өткеру ережелесілген. Айлық дәуірінде айрықша жағдайлар министрлігі тарапынан төмендегі бағдарларда бірқатар профилактикалық іс-шаралар әмелге асырылады. Біріншіден, студенттер жатақханалары, ижараға алынған әуелі жайлар, квартиралар һәм мейманханаларда өрттер, ауа газ араласпасының жарылуы һәм зәһәрлі газден зияндану жағдайларын алдын алуға қаратылған тексеру һәм үйренулер алып барылады. Әрбір мәхәлледегі жеке тәртіптегі көп квартиралы тұрақ жайларда мәхәллебай профилактикалық жұмыстар шөгіндістіріледі. Бағушысы жоқ жалғыз жасаушы кекселер, майыплар һәм социалдық қорғауға мұқтаж бұқаралардың тұрақ жайлары үйреніледі һәм өртке қарсы профилактикалық түсініктер беріледі. Социалдық қарау объекттері һәм іс-бірлестіктерінің субъекттерінің жұмыстары һәмде мәхәллелерде бұқаралар мен өртлердің алдын алу һәмде өртлерді дұрыс әрекет ету көнектілер арттыруға қаратылған шынығулар өткеріледі. Түнде адамдар қалатын орындар һәм құрылыс оңлау объекттеріндегі жұмысшылардың уақытынша жатақханаларында өрт қауіпсіздігін тәмінлеу, ауа газ араласпасының жарылуы һәм зәһәрлі газден зиянданудың алдын алу іс-шаралары күшейтіледі. Осы шаралардың өткерілуіне байланысты министрліктер һәм ұйымдар, пеш һәм орынларға қызмет көрсетуші қанегелестірілген шөлкемдер, кең жәмиетшілік, мәхәлле жетілігі, мәхәлле белсенділері, басқару сервис компаниялары, халықтың барлық қатламларының өртлер, ауа газ араласпасының жарылуы һәм зәһәрлі газден зияндану хадиселерінің алдын алу шараларына кеңінен тартылуы шөлкемдестіріледі. Ел атлы пункттерде үйме-үй жұмыс шөлкемдестіріліп, профилактикалық шаралар күшейтіліп, электр һәм газ үскенелері альтернатив жануға түрлерінен пайдалануда өрт қауіпсіздік қағидаларына әмел ету, сондай-ақ үйлерде электр бөлістіру құтыларындағы қолдан істелген сақтағыштардың пайдалану жағдайларына шек қоюға айрықша ітібар қаратылады. Құрметті бұқаралар һәм жауапкершілік мекеме басшылары, ысту қазанханалар орындарын тазалатың, бірлемші өрт өшіру құралдарының саздығына ітібарлы болың, насос, электр һәм газ құрылмаларынан пайдаланбаңыз. Перзенттеріңізді үйде жалғыз қалдырмаңыз. Республикамызда жарияланған өрттен сергектік ұлыма милли компаниясына белсене қатынасып һәм өрт қауіпсіздік қағидаларын қамел етуді сұрап қаламыз. Диққатіңіз үшін рахмет.